Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздермен мен бүгін тағы да бір керемет ақпарат бөлісейін деп отырмын. Жалпы кітап оқу, көзбен көру. Кез келген жалпы ойда сақтау, есте сақтау қабілетін мықты дамытқыларыңыз келсе, сөз өнерінде, адамдармен қарым-қатынаста тіл табысу өте маңызды рөл атқарады. Сіз қай салада болмасын, шебер сөйлеп, сөз қорыңыз жақсы болып, сөз саптауларыңыз әдеби мықты болатын болса, кез келген жағдайда ол сіздің жетістікке жетуіңізге бәрібір қандай да бір пайыз үлесін қосатын болады. Сөз жалпы адамның өмірінің айнымас, ажырамас бір бөлігі десек ол қателеспейміз. Ал бір сөз бар, мысалы адамның жанын артады, бір сөз бар адамның жанын аздырады. Соның жақсы сөз сөйлеу жарым ырыс деп айтады қазақтар. Жақсы сөз сөйлеуіңіз үшін сіздің жүрегіңізден, сіздің ар жағыңыздағы санаңыздан шығу керек. Ол жайдан жалай келмейді ғой. Сол сіздің ойыңызды үнемі жетілдірудің арқасында, ылғи да жақсылықты ойлауыңыздың арқасында, жақсы кітаптар оқып, жақсы дүниелермен үнемі сіз өзіңіздің миыңыздың клеткаларын жаттықтырудың арқасында осындай жақсы ойлар пайда болады. Жақсы ойлар пайда болса, ол сізге үлкен жетістік деген сөз. Ал үнемі жақсы ойды ұстап қалудың ең бір мықты, ең бір өзекті негізгі тактикаларының бірі ол көп кітап оқу. Кітап оқу неге мықты әсер етеді? Себебі сіз ол жерде көресіз, көрумен қатар ойыңыз қатар жұмыс істейді. Ар жағындағы кітаптың ой желісін сіз ақылыңызбен пайымдай алатын боласыз. Оқиға желісіне кіре отырып, сіз ар жағында ол кісінің, ол жалпы автордың не айтқысы кеп тұрғандығын ойлай білесіз. Және сол арқылы көзбен көріп отырып, оқып, көзіңіздің жаңағы көру қабілетін тоже жақсарта алады екенсіз. Ал көзбен көріп, ойбен тоқып, жаңағы ақылмен қатар істелген іс, ол әлде қайда эффективнее болады екен. Сол үшін кітапты көбірек оқыңыздар. Ал адамның ақылы азайып, жаңағы өзінің білімі таяздаған сайын, адам есейген сайын, жаңағы білімге жетіспеушілік, ақылдың таяздауы, есте сақтаудың төмендеуі, содан нерв жүйесінің өлулеріне әкеп соқтырады екен. Содан барып көптеген адамдар қазіргі қоғамда невроз деп жатады. Психологиялық жаңағы өзінің ойын қорыта алмау, сөзін жеткізе алмау, көп сөйлеу дегеннің бәрі, көп сөйлеу деп енді қазақта айтады ғой, бір аурудың түрін солай сыпайы түрде айту. Сондай сіз қарттық шағыңызда сондайға жолықпас үшін ойыңызды үнемі жинақы, жаңағы миыңызды шынықтырып, каждый клеткаларыңыздың өлмеуіне өте үлкен үлес қосып отыратын болсаңыз, қарттығыңызда керемет қарияға, керемет ақылгөй дана анаға айланатын боласыз. Сол үшін де жалпы кітаптың сіздің өміріңізге беретін пайдасы ұшан теңіз екен. Сондықтан ол сіздің ұрпағыңызға да үлгі, жалпы өзіңізге де керемет пайдасы бар екен. Кітап оқыңыздар. Заман дамығанмен, технология алға шыққанмен, оның барлығын жасап отырған адам. Ал ары қарай да осы нәрсені өте мықтылықпен алып қалу үшін адамға рухани білім, рухани дүние бәрібір керек. Руханилығымызды жоғалтпайық. Телефон қанша дамығанмен, робот қанша дамығанмен, оларда рухани әлем жоқ. Сондықтан рухани әлем әр кезде артықтық етпейді. Рухани байлығымыз әрқашан бірінші орында болсын. Сондықтан көп кітаптар оқиық. Пайдаларыңызға жарасын.